Мэлс Маратович, қазіргі балабақшалардың жағдайы туралы не айта аласыз? Өте орындық сұрақ. Өте. Мен ойланам, ертең айтам. Жоқ, ертең болмайды. Жауап маған қазір керек. Жақсы. Қазір ойланам, қатты ойланам, ертең айтам. Тоқтаңыз. Балабақшада орын жетіспеушілігі туралы не ойлайсыз? Бізге нақты жауап керек, Мэлс Маратович. Вот Корсак, еще маленький Корсак. Ладно, хорошо. Ал балабақша орын аз, қазақ көп. Қазақ аз, орын көп. Природа. Сонда бала саны көбейген сайын балабақша саны... Давай, не асықпа давай. Онда ответ какой? Демография жоғару керек. Да? Правильно? Все, жақсы. Сонда бала саны көбейген сайын балабақша саны көбеймей ме? Балабақша – это ақша. Ты понимаешь қазақша? Мэлс Маратович, ал неге жыл сайын балабақша кезегі жылжымайды? Ну, если кезек балабақша болса, выход есть всегда. Ауылда, ажека, аташка, апару керек. Правильно? Бала ойнайсың, ойнап жүреді. Тезек түйіп, правильно? Тәрбие ауылда, азамат. Сонда сіз баланы ауылда тәрбиелеу керек деп ойлайсыз ба? А как же ты хотел? Мен ауылда. Сен тем более ауылда, я смотрю. Да, все мы ауылда. Ауылда жүреміз, күлеміз, өмір сүреміз. Правильно? Ауылда. Қарастырамыз. Сонда сіз балаларыңызды балабақшаға бермей ауылға жібердіңіз ғой. Дұрыс қой, Өкініш орай. Ауылда жоқ. Тусқан. Тусқан жоқ ауылда. Бірақ ойланам, жерді қарайым, но қарастыраймыз. Все, уақыт жоқ, как раз маған балабақша бару керек. Қазір Наталья Владимировна звондайды, дейді. Все, жақсы, все. Тоқтаңыз. Адам болайын деп қапсың ғой. Негативтік агенттігі ме? Көкей, детективтік агент, келіңіз. Сендер жоғалғанды табады дейді. Менің қойым жоғалып отыр. Қойыңыз жоғалсын, көршілердің сұрамайсыз ба? Бөтен қой бар ма? Оны әкеңнің әтейгі біреу ұрлап жүр. Апта сайын жоғалады. Кредитке алып едім, ендіге әкең төлей алмай жүр. Малыңызбен бірге қора құрып кетіпсіз қата. Сендер негатив дейді ғой. Көмектесіп жіберсеңдерші бір қой сіздікі. Келістік. Өзің қолға ала бер онда бұл істі. Осы саланың профилісің ғой сен. Смело. Аға, бешбармақты аптасына қанша рет жейсіздер? Бір күн жейміз, 2 күн демаламыз. Вақтовый методпен жеп көрмедіңіздер ме? Мешаттамаш. Жалғастырамыз. Ұрғашысы ма әлде еркегі жоғалды ма? Ұрғашысы. Түсінікті. Байымен ұрсып, ажырасып мамасына кетіп қалған шығар? Есің дұрыс па? Ол қойдың анасы деген сол қорада тұрмай ма? Көке қошқарыңыз онда
күшіктеу екен енесімен бір қорада тұрса. Мүмкін қорада дедовщина болып жатқан шығар. Соған шыдай алмай кетіп қалған болар. Сұрақтардың бір түрлі екен өзі. Көке, мән бермеңіз. Бұл баланың басында дедовщина болып жатыр. Соған шыдамай миы кетіп қалған ғой. Қойшы. Аға, уайымдамаңыз, мәселені шешеміз. Бәрі түсінікті, бара берсеңіз болады. Рахмет. Неден бастасақ болады екен, Қой табу үшін қой ұқсап ойлану керек. Детектив мырза, сіз көмектеспесеңіз кедергі жасамаңызшы. Я болмаса көмектесіңіз дұрыстап. Ек қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Сен қолыңнан келеді, детектив. 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 Бұл іске мен мұқият дайындалдым. Күдікті қылмыскерлердің тізімін жасадым. Бірінші күдікті ол сіздің көршіңіз Бауыржан. Бұндай көршім жоқ мен. Точно ма? Я, біздің ауылдың адамы емес. Мен ауылдың бәрін білемін ғой. Значит, ол емес. Екінші күдікті ол қауіпті адам. Аты Ермеков Ардақ. Лақап Жамбас. 124 ұрлық жасаған, сол 123-і қой ұрлаған екен. Қазір түрмеде отыр, 2 жылдан кейін шығады. Қысқасы ол адам емес. Оның бәрі не қылып айтып отырсың маған? Өте қауіпті адам ғой. 2 жылдан кейін түрмеден шығады, біліп қойыңыз дегенім ғой. Ал енді, тадам! 3-ші күдікті. Осы кісі. Бұл не тағы? Бұл қасқыр сіздердің қойларыңызды ұрлап жүрген осы. Әй, қайдағы қасқыр, мен қаланың шетінде тұрам ғой. Бұл қаланың қасқыры. Микрорайонда тұрады. Қайдағы микрорайон? Қайдағы қасқыр? Естерің дұрыс па өздеріңнің? Әй, кімді ақымақ санап тұрсың? Өзің қасқырсың. Және қой сияқты ойланады екенсің. Көрдің ба? Өмір деген алма кезеге. Ай, бірақ енді сен кезегің келімдегіше біраз уақыт өтеді-ау. Сен 2 күн іздеп жүрген кезде бар ғой. Мен 1 сағатты тауып қойғанмын кім екенін оны. Кім? Мына кісі. Кешір. Той, мам! Аш есікті, үйде екеніңізді білем, домофонды аштыңыз ғой. Әй, тағы келдің ба? Кетесің ба, әлде милиция шақырайын ба? Ойбой, қызым-ау, жаным-ау, оңбаған кім менің қызымды ұрған, көрсетем мен оларға. Қараш, жылама қызым, жылама. Құдай, күнім. Не? Солай деп айтады дедің ба? Не бүлдіріп келдің тағы? Мама, не бүлдіріп келдісінес? Көріп тұрсыз ғой, Бека мен ұрды. Мынау ма ұрғаны Беканың? Сөйлей аласың, аяғың істеп тұр, реанимацияда жатқан жоқсың. Жай ғана ұруға ниет етті десеш? Ой, мам, представляешь, мен Бека ұрған кезде ата-енем просто тік қарап тұр, түк істемей. Вообще ұяттары жоқ екен. Оңбағандар екен. Мен олардың орында болған кезде сені қосылып деп етін едім. Кет бар үйіне. Мам, мен көшеге қалай шығам мына түріммен? Өзің кінәлісің. Адам деген ұрып жатқан кезде бүйтіп бұлық қоймай ма? Алып кетеді ғой сонда. Мам, мен ол үйге барғым келмейді. Пожалуйста, кіргізші үйге. Кіргізбеймін. Кет дегесін кеткіз. Әкең келсе мен өлтіреді. Сен үшін тағы да өзің көзің көгеріп жүретін жайым жоқ. Кет бар. Ой, албасты.
Мына қыздың істеп тұрғанын қарашы, адамды күйдіріп. Қазір көзіңді шын көгертпей тұрған кезде кет бар жоған. Кетші бар осы сен қыз. Жап есітті. Осы осының басы демей ма бірдеңе өзі? Мам, мен шаршадым. Әй, мен де шаршадым сенен. Саған қарағанда анау 90-шы жылдары үйден бар ғой, тараканды қуып шығу оңай шығар. Қазір кетпейтін болсаң, өз обалың өзіңе. Тамағыңа сол тараканның уын қосып берем. Мам, так же нечестно. Менің бекам күні-түні терін төгіп, шаршап жұмыс істейді, ал оның айлығын мен емес, оның мамасы ұстайды. Өлмейсіңдер. Кезінде осы үйді алған кезде әкеңнің бүкіл ақшасын банк ұстаған. Енең дұрыс дейді, ақшаны үйде бір-ақ адам ұстау керек. Сол бір адам мен болу керек шығармын. Ол даже беканың карточкасын өзіне алып алған. Енең дұрыс дейді. Сендерге салса, сендер тек қана бүгінмен өмір сүресіңдер. Ол ертеңіне қарайды. Қайдан білесің? Мүмкін Бека екеуіңе үй алам деп жинап жүрген шығар. Мүмкін немерелеріне жинап жүрген шығар. Ал сонда біздің өмір қайда? Мен де Бека екеуміз қымбат киініп, қымбат жерде қыдырғым келеді. А не этот, үйдегі тұрған коробка шоколад алып, біреуіне қонаққа барып, еще күнде жареный картошка жеп. И вообще, мам, вот папаның айлығын почему-то сіз ұстайсыз, ал неге менің күйеуімнің айлығын басқа біреу ұстау керек? Сен өзі алған айлыққа үйге ұн, шекер, картоп, құрт, кәмпит, пешена, ет, макарон, гречка, күріш сатып алып, үйдің кредитін төлеп, машинаның кредитін төлеп, телевизордың кредитін төлеп, телефонның кредитін төлеп, кредиттің кредитін төлеп. Енеңнің ақшаны қайда жұмсадың деген сұрағына жауап беруге дайынсың ба? Жоқ. Онда атам басына келдің ба? Бар кет. Мам, таксиге ақша беріңізші. Менде көк тиын ақша жоқ. Мен сонда қалай қайтам үйге? Екі аяғыңмен қайтасың. Мэлс Маратович, жақында еліміз үш тілді саясатқа көшу жайлы өз пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Пікір көп. Ал енді пікір үш тілде болу керек. Сол мәселені біз қазір шешілеміз. Прям бүгін барып, жиналап шешілеміз. Сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме? Қазақ тілі 7 септік, ал орыс тілі 6 септік, английскіда септік жоқ. Сұрақты болмаса, рұқсат болса, мен бара берем. Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Тіл мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек деп ойламайсыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Мен білмеймін, сол үшін сізден сұрап отырмын. Тіл мәселесіне көбірек көңіл бөлу керек деп ойламайсыз ба? Ойланам. Сіз неге осылай айтасыз? Ойланам, күнде. Түнде ойланам, обедте ашкенде ойланам. Демалыс шаршайды, если не только мен, арбір қазақтың қара домалақ ойласа, соответственно, нәтиже, өте нәтиже. Сіздің ойыңызша үш тілдік саясат бағдарламасының ең үлкен тиімді жақтары қандай? Білесіз ба, үш тілдік саясат бағдарламасының ең үлкен тиімді жақтарады. Ол өте дұрыс сұрақ, қарастыраймыз. Обязательно қарастыраймыз. Біз дым түсінген жоқпыз. Жарайды, соңғы сұрақ. Қашан Қазақстандық әрбір азамат акцентсіз таза қазақша сөйлейді? Мен бұлай ойланам. Қадыр Мырза әлі айтқандай, ана тілін говоритарын бұл, ұятын боп тұр бетте, өзге тілдің барын бұл, как говорится, өз тілдің құрметті.
дұрыс айтты, да? Правильно? Дұрыс. Очень настолько трогательно, настолько актуально айтқандай. Вот. Ну, все. Аты қандай еді? Мен сатып алдым. Мынандай әппақ, короче, артында сеточкасы бар. Поледа еще бір важный зат. Шарбақ. Ворота. Ворота. Иә, сол воротаны алдым. Волейболистам хочет стать. Керек нәрсе ғой. Қойсыңдар, күштеген әмін. Енді көруге болады. Сен не отырсың мына жерде? Бұл жерде профессиональный футболисты только сидят, между прочим. А онда сендер не отырсың? Қалжындаймын. Мен сендердің болельщиктерің білесің ба? 10 жыл бұрын. Сен бір сезонда 20 гол соғатынсың. Ал сен бір сезонда 30 килограмм қостың міне. Содан бастап мен сендердің болельщиктерің. Сіз біздің бұрыннан бері болельщигімізсіз бе? Е? Жоғары жақта тұратын ба? Баяқта шыны керегі, шын пысады. Онша емес. Содан кейін Краучтан мына орынды сатып алдым. Ет сол Крауч бір күні өзін сатып жібереді бар ғой, отыра береді. Ана Джонатан нағып левый флангта жүр. Кім дедің? Джон Сноу, Джонатан! Нападающий! Ол 9-шы номер. Танимын, досым ғой. Танысым керек еді соған мен ұят болды. Кім ше ана 6-шы номер кім? Маған қарыз еді ақша. Ярослав Медин ба? Медин ғой? Теп! Стенка ойнады, алдыға қарай шығып кетсе, сен орта ашылғанда кіріп кетесің ғой. Футбол жақсы түсінетін сияқтысыз ғой, Не болады? Бүгінгі матчқа мнениеңіз қандай? Бүгінгі матч? Бар ма мнение, бар ма? Короче, былай жігіттер. Бүгін комбинационный ойын ойнау керек. Қалай бұл? Комбинационный. Короче, через защиту флангтармен атака жасап. Түсіндің ба? И точный пастармен ойнау керек. Теп! Сізге тренер болу керек сияқты ғой? Или футболист. Елдің қарғысын алғанша таксист болып, алғысын алған жақсы емес. Зачем замена? Мынау Көке, ставка қойып беріңізші бұл матчқа. Пожалуйста. ойын жүріп жатыр ғой. Пожалуйста, ставка қойсаңызшы. Сен де жарай, сен бершін. Шықты. Көке, рахмет, братан, ставка шықты. Ал түсің, шотты ал ғой. Неменеге рахмет айтып жатсың? Ұтылып қалдық қой. Ничего, ұтамыз сосын как-нибудь. Да, и на нашей улице будет праздник. Где? Праздник деп қояды ғой. Алдымен мына киімдерін жөндеп киіп алыңдаршы сендер. Гостевой форма ғой, біраздан кейін қонаққа барам, асқа шақырған. Мына ма? Жоқ. Қайсы еді, ұмыт қалдым. Tabii. Мына ма? Әкешіп бер. Саламатсыздар ма? Сіздер детективсіздер ғой. Мен мына базардың гадалкасымын. Маған сіздердің көмектеріңіз керек. Гадалка екенсіз, өзіңіз нағып тауып алмайсыз. Аталарыңыз больничный алып санаторийға шығып кетті ма? Кеше менің бір постоянный клиентім келген. Итін жоғалтып алыпты. Сіздер соны тауып беріңіздер. Қазақстанда жетеді ғой иттер. Оның бәрін қайдан табамыз? Міне, иттің суреті. Аты Арлан. Арлан. Біздің ауылдың Арланын көрсе ішіп кетеді ғой. Қанша? 4 қап ұн, 5 кил сәбіз, сосын 3 қап макарон. Иншек,
Прикол ұстамай бағаңды айтсай? Да, ит қанша тұрады енді бағасы? $5000. $5000 болса, онда соның 20%? Қайдағы 20%? 5%. Сол 5%-ке анау аталарыңызға санаторияға путевка беріңіз. Күлсей. Күлкі емес. 10%. 10% бонусына бал ашып берейін. Келістік. Көрейік. Әкел, қолыңды. Мынау сенің. Өмір жолың ұзақ болады, бақытты боласың. Иә. Сосын бір жақсы қыз кездестіресің. Ол саған ғашық болып, екеуің үйленіп көп бала шағалы боласың. Мынау сенің өмірлік мақсатың орындалып, ешқандай проблема болмайды, сенде күшті өмір сүресің. Сондай ғой енді. Сен не мені мазақ қылып отырсың ба? Мен мұнда немене ойнап отырмын ба? Өзіңіз ғой жұрттарды ақымақ қылып, мына жерге бізді ақымақ қылып отырған. Кімді ақымақ қылып отырған? Сен не айтып отырсың өзі, ә? Білсең, мен мына райондағы ең мықты көріпкелмін. Көрсетемін мен саған қазір. Абай, жіберіңші, ойбай. Қысқасы былай. Мына итті сендер тегін табасыңдар. Ертең әбетке шейін таппасаңдар, порча жіберем. Жолдарыңды жауып, дым ақша болмайды. Ойбай, жібермеңіз порча. Итәк ақша жоқ өзімізде. Ертең әбетке шейін. Құршы барай, не істеп атсың? Ауырған жоқ па не? Жоқ, үлкен кісі ғой, көңіл қалмасын деп атыр. $5000 тұрады дейді. Өзіміз апармаймыз ба одан да егесіне? Жүр, давай жұмыс істейік.